қонақ келгенде почему-то Дико 110% өзгеріп кетеді. Кәдімгідей содан важный адам жоқ. Енді еще сіздер оның қонақта отырған кездегі айтатын әңгімесін көрсеңіздер. Бәрін білгіш болып отырады ғой. Сорпаға құрт қосып ішіңдер, дәмді болады. Сына жақта тарихты қозғайды ол. Қасым ханның тұсында ғой ол 1 миллион болғанымыз деп. Енді қазір қараңыздар, бағанағы Дико, бірінші Дико батыр, екінші Дико тарихшы, үшінші Дико имам ғой. Ана бір досы енді уайымдап отыр, машинам өтпей жатыр деп. Сабыр, хайырлысы. Еще ана қозғайтын тақырыбын көрсеңіздер, жалпы шариғатта 4 әйел алуға дейін рұқсат берілген ғой дейді. Оңбаған өзіне керек тақырып таңдап отыр ғой. Мен оған жоқ, Дико бәрі дұрыс қой, конечно, бірақ сен 4 әйел алудан бұрын нормаль дәрет алып үйреніп алсайшы. И вот жігіттер, каканайыз өш жерде беттерің айтайын бар ғой. Конкретно 4 қатынға келгенде өтірік иманды болмай қойыңдаршы. Шариғатты қозғап, осындай темекі, арақ, кайфуша келгенде ой ол мәкрух деп қаласыңдар ғой. Оған қатты запрет қойылмаған деп. Жалпы енді мен тағы бір нервыма тиетін нәрсе, ол менің тәтем. Қонақта отырған кезде бата беріп жатса, жүгіріп басына салфетка жамыла салды. Мен оған Құдай төбеңнен ғана қарап тұрған жоқ қой. Құдай төбеңнен қараса нан деп ойлап қалады ғой. Үші десем, жоға бола береді дейді. Сонда КМДБ, әйел адамдар басына орамал, либо салфетка жамыла берсе болады. Ләжі болса, Карина салфеткасы демеген шығар енді. Жалпы енді мен тағы бір нервыма тиетін нәрсе, ол менің тәтем. Қонақта отырған кезде бата беріп жатса, жүгіріп басына салфетка жамыла салды. Мен оған Құдай төбеңнен ғана қарап тұрған жоқ қой. Құдай төбеңнен қараса нан деп ойлап қалады ғой. Үші десем, жоға бола береді дейді. Сонда КМДБ, әйел адамдар басына орамал, либо салфетка жамыла берсе болады. Ләжі болса, Карина салфеткасы демеген шығар енді. Сағат 11 болып қапты ғой. Түн ішінде Таразға қалай қайтамыз? Или осында қонып ертең бірақ қайтайық па? Не дегенмен ұлымызбен келініміздің үйі ғой. Жоға мама, ертең әуре болып қаласыздар. Қазір индрайв бар ғой. Бағасын да өздеріңіз қоясыздар. Тем более Таразға көлік сразу табылады. Қазір шығып кетіңіздер. О, түнде қалай болады екен? Жақсылап демалып ертең бірақ қайтқанымыз дұрыс, иә, шал? Түнде жүрген жақсы ғой. Как раз индрайвтегі водительдің рейтингіне қарап, жақсы көлік тауып берем. Келіңіз. Жоқ енді, демалып алғанымыз да дұрыс еді негізі. Келді уже машина, таңға дейін Таразға жетіп, үйге барып от души демаласыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Өзіме маршрутпен бөлісіп қойдым. Түні мен көзілме қай жерде кетіп бара жатқандарыңызды қарап отырам. Не дегенмен келінмін ғой, сіздерге қызмет етпегенде кімге қызмет етем? Жолдарыңыз болсын.